Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өте керемет ажурлы блинныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі канал өте пайдалы, көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалап, ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Ендеше бастайық. Ең алдымен жұмыртқамен қантты салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң үй температурасындағы жылы сүтті қосатын боламыз. Егер сіздерде сүт болмаса, сонымен алмастырып жіберсеңіздер болады. Содан соң ұн елегіштен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнды електен өткізіп қоссаңыздар, қамық қалмай жақсылап араласатын болады. Осылай біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан соң басқа ыдысты алып, бір қасық сода салып, үстіне ыстық су құямыз. Қайнап тұрған су қоссаңыздар, соданың дәм білінбей кетеді. Жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің масса дайын, енді пісіреміз. Орташа отта табамызды қыздырып аламыз, майлап. Таба қызғаннан кейін барып, массамызды құятын боламыз. Мінекей, осылай құясыздар. Блинныйдың шеті сарғая бастаған кезде оның піскендігін білдіреді. Осы кезде келесі бетіне алмастырамыз. Мінекей, осындай ажурлы керемет блинный дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны сақтап алыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесіде басқа жаңа видеоларды өткізіп алмаңыздар.